Балаларды оқытқанда жақсы, бірақ құлшылық қыларлық қана, түркі танырлық қана таза оқытса болады. Аның үшін бұл жер дар әл-харп, мұнда әуелі мал табу керек, сонан соң ғарап, парсы керек. Қарнаш кісінің көңіліне ақыл, бойында ар, ғылымға құмарлық қайдан тұрсын. Асап шуге, малдың тапшылығы да, ағайынның араздығына, уа әр түрлі бәлеге, ұрлық, зорлық, құлдық, сұмдық секілді нәрселерге үйрелендіруге себеп болатығым нәрсе. Мал тапса, қарын дояды. Онан соң білім түгіл өнер керек екен. Соны үйренейін, не балам үйретейін деп ойна жақсы түседі. Орысша оқу керек, хикмет те, мал да, өнер де, ғылым да, бәрі орыста тұр. Зарарынан қашық болуға, пайдасына ортақ болуға тілін, оқуын, ғылымын білмек керек. Аның үшін олар дүниенің тілін білді, мұндай болды. Сен оның тілін білсең, көкірек көзің ашылады. Әр біреудің тілін, өнерін білген кісі, соныменен бір делік дағуасына кіреді. Аса арсыздана шалынбайды. Дінге де жақсы білгендік. Жорғалықпен көңілін алсам екен деген надан әке шешесін, ағайын жұртын, дінін, адамшылығын жауырынан бір қаққанға сатады. Тек майырдың күлгені керек деп, арты ашылса да қам жемейді. Орыстың ғылымы, өнері, дүниенің кілті. Соны білгенге дүние арзанырақ түседі. Ләкин осы күнде орыс ғылымын баласына үйреткен жандар, соның қаруымен тағы қазақты аңдысам екен дейді. Жоқ, олай ниет керек емес. Малды қалай адал еңбек қылғанда табады екен. Соны үйретейін. Мені көріп және үйренушілер көбейсе, ұлықсыған орыстардың жұртқа бірдей законы болмаса, законсыз қорлығына көнбес едік. Қазаққа күзетші болайын деп, біз де ел болып, жұрт білгенді біліп, жұрт қатарына қосылудың қамын жейік деп ниеттеніп үйрену керек. Қазірде орыстан оқыған балалардан артық жақсы кісі шыға алмайда жүр. Себебі ата-анасы, ағайын туғаны бір жағынан бұзып жатыр. Сөйтсе де осы оқыған балалар ана оқымаған қазақ балаларынан үздік, озық. Не қылса да сөзді ұқтырса болады оларға. Жақсы атаның балаларда көп оқыған жоқ. Қайда кедейдің баласын орысқа қорлап берді. Олар осыдан артық қайда барсын? Және де кейбір қазақтар ағайынымен араздасқанда, сенің осы сорлығыңа көнгенше, баламды солдатқа беріп, басыма шаш, аузыма мұрт қойып кетпесем бе деуші еді. Осындай жаман сөзді Құдайдан қорықпай, пендеден ұялмай айтқан қазақтардың баласы оқығанменен не бола қойсын? Сонда да өзге қазақ балаларынан артық үйренгені немене, қай көп үйреніпті? Кірді, шықты, ілді, қайтты. Түбегейлеп қуған бала да жоқ. Әкесі ел ақшасыменен оқығанға әрең оқытады. Өз малын не қылып шығарсын? Турасын ойлағанда, балаңа қатын әперме, енші берме. Барыңды салсаң да, орыстың ғылымын үйрет. Мына мен айтқан жол, мал аяр жол емес. Құдайдан қорық, пендеден ұял. Балаң бала болсын десең оқыт, малыңды аяма. Әйтпесе, бір ит қазақ болып қалған соң, саған рахат көрсетер ме? Өзі рахат көрер ме? Яки жұртқа рахат көрсетер ме?